Ladies and gentlemen, ханымдар мен мырзалар, жүректерде жайнаған, жүрек төрін жаулаған, көрерменнің қимасы, көңілді тапқырлар лигасы. Керемет кеш, керемет командалар, керемет зал. Қош келдіңіз, достар. Дәл осындай қошеметтеріңізбен бүгінгі кештің жұлдыздарымен таныс болайық. Әлі күнге дейін сағыздың орнына смала шайнайтын жаңа өзен білім инновация құрамасы із-90 командасы. Қарт Каспиіміздің қонақжай жігіттері Ақтау білім инновация құрамасы White командасы. Ағаларының жетістігін қайталап финалдан үмітті Ақтөбе білім инновация құрамасы бірдеңе командасы. Команданың атымен сай әзілдерін шыңдағысы келетін Ақтөбе қыз білім инновация құрамасы Белая вышка командасы. Мажорлардың өздері қызғанышпен қарайтын Силкой халықаралық мектебінің құрамасы Батыстың қиярлары. Шөлдің ортасында оазистен келген Құлсары білім инновация құрамасы біз жанбасақ лапылдап. Еліміздің шекарасын қорғап тұрған Орал білім инновация құрамасы 07-ші аймақ. Және тек кең байтақ еліміздің экономикасын тіреп тұрған арулар Атырау қыз білім инновация құрамасы КТЛ Промакс. Көп рахмет. Бұл жол сайысқа 8 команда түседі және 9-шы маңызды командамыз Әділ Қазылар алқасы. Дайындал білім беру орталығының директоры Әлібек Сабитов. Атырау қаласы нөмірі 13-ші гимназияның директоры Болатбекұлы Досжан. Атырау қаласының Дос Мұхамедов атындағы мектеп-лицей интернатының директоры Салауат Сайлауов. Және де білім инновация халықаралық қоғамдық қорының батыс аймақтық әдіскері Ерден Жақсымбетов. Көп ұзамай сайыстарымызды бастаймыз, ал командаларымызға сәттілік. Бүгінгі ойынымыз 3 сайыстан тұрады. Олар команда таныстыру сайысы бастауыш, өткен маусымның жаңалығы жаңа сайысы, оқиғалық ширату және де еркін сайыс. Барлық сайыстарға жалпы тақырып армандар мекені. Кешімізді ашушы сайысымыз бастауыш, алғаш боп ортаға Ақтау білім инновация құрамасы White командасы. Дуғол шапалақпен.
темір үзетін. Алдарына келгенде аямайтын. Ер мінезді айтауықтар кеш жарғақтау. Чотап жігіттер қандай әзілдерден бар? Менде бір әзіл бар. Білесің ба, алдында дейтін бойдағы әбейлер абыл жайлы әзіл айтты ғой. Вот соны айтайық. Ол өтпейді, ешкімге қызық емес. Онда бізде ештеңе жоқ. Біз бүгін чемпион бола алмаймыз онда. Жігіттер, үндемей тұра берің, маған мешет етпең, өзім сөйлеймін. Осы орайда ағайлар жиналыпты, мен оларға айтатын мұным бар. Қандай мұң, әбей? Жігіттер, мен негізінде ақпын. Әбей, қара болғанда нормально ештеңе етпейді. Мен сенен де ақпын. Құрметті ағайлар, білмем олардың не істеп атқандарын, бірақ ана ракуняда ағып атқан коланы тоқтату керек, аты бәріміз қарайып баратырық. Әбей, бізде ештеңе дайын емес. Чемпион болғанның өзінде де ар жаққа баратын не ақша да жоқ, не демеушілік те жоқ. Жігіттер, паника етпең. Мен ақша мәселесін шешіп қойдым. Мен әбешкімнің блокнотын ұрлап кеттім. Айналайындар, Еркес Маханның Алматыда жоқ, Астана жоқ деп жазылған блокноты миллион теңге сатылғанда, менің әбейімнің даналығы бар, ақылды нәрселер жазылған блокноты кемінде 4-5 миллион тұрмай ма? Жігіттер, оң қойырыңдар, сендер 7-ші сыныпсыңдар, осы лицейге келгендеріңе 3-4 ай болды. Осы жерден қандай құндылықтар үйреніп жүрсіңдер? Әбей, мен көп құндылық үйрендім. Мысалы, еңбек қорлық дейтін құндылық. Лицейде жүргенде әбейлер бізден 5-10 теңгеден жинап, өздеріне 250 теңге тұратын тоз сатып алады ғой. Еңбек па? Еңбек! Мен үлкенді құрметтеуді үйрендім. Ерте тамақ ішейінші деп ужинға ерте барып очередке тұрғанда, алдыңнан 10-15 әбей өтіп кеткенде, ана жерде құрметтеп қаласың ғой, құрмет па? Құрмет. Ал мен тазалық құндылығын үйрендім. Қолым бос кезінде ағаламыз комнатасын жинап бергенде, қалайша тазалықты үйренбейсің? Тазалық па? Тазалық. Ендеше, жиза құндылықтарға бай уайттаулықтар. Қазіргі таңда көптеген әншілер фонограммамен ән айтатын болған. Сол фонограмма лицейге де жетіпті. Жоқ деп айтпа, болмай жатыр, боп қалады. Қазір болмай тұр деп айтыңдар. Жоқ деген сөзге ауыздарын үйретпеңдер. Әбей, ана өшіп қалды ғой. Жігіттер, келесін қойып тыңдай беріңдер, шынақта бір каткіні бітіріпсен. Көреміз, біздің түрік ағалар белгісіз біреулердің тойында. Дорогие гости мои, кушайте на здоровье, ешьте. Evet, teşekkürler, evet. Вы еще не кушали, что ли? Не переживайте, это все халяль. Құрметті көрермендер, біз бұл ойынмен еш нәрсе айтқымыз келген жоқ. Біз жай ғана күлдірттік. Бірақ біздің бір айтатынымыз бар. Жақында лицейімізге 13 миллион теңгенің полисы салынды. Сол жерден ойнаған балдар батыс футзал турнирінде чемпиондар атанды. Ата-аналар күнімен тренировка жасап, апта сайын спорт залда дайындалып, волейбол турнирінде чемпиондар атанды. Біз де осы сахнада күнімен түнімен дайындалып, чемпион болуға дайынбыз. Алдарыңызда өнер көрсеткен Уайттау, Ақтау, рахмет. I'm a true champion. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Ақтөбе қыз білім инновация лицейінің құрамасы Белая вышка командасы. Қыздарға шапалақтамасаңыздар шықпайды ғой. Ақтөбе қыздан келген арулар ең әдемі. Самая вышка, самая вышка, белая вышка, белая вышка. Жаңа жылдарын қарсыз қарсы алып, завтрак, обед, ужинға қызыл балық жеп жүргендер. Ең бастысы келіндерінің сәлемі үзілмеген ақтаулықтар. Сәлем берді! Бүгінгі ойынымыздың тақырыбы армандар мекені. Бірақ біз бұл тақырыпты алдыңғы жылы ойнап тастадық. Ақтөбенің жетекшісі мен Құлсарының жетекшісі отау құрды. КТЛ-да -2 бекар. Чё, там жиздуха? Арман зорындалды ма?
қыздар, басқасы басқа. Мен осы залдағы ең маңызды Нұрбақыт ағайдың арманын орындаймын. Приз в студию! Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, батыс аймақтан өтуге сізге сәттілік тілеймін. Аумин. Құрметті қазылар алқасы, Дархан Өтен айтқанын естіңіздер ғой. Ал енді Дархан ағаның өзінен бата алып келген Белая вышка командасы. Біз бастаймыз! Тамашалаймыз. Біздің фантазиямыздағы лицейлердегі игра в кальмара ойыны. Дархан аға қазір артқа бұрылады. Кім қозғалады, сол қыл сарыға барады. What you know about rolling down in the... Ендеше көреміз. Мафия ойынына жаңадан ойыншы келгенде осындай сәттер болып тұрады. Қыздар, мен ойнамаймын деймін. Ойнай аласың сен? Мен ойнау білмеймін. Ладно, жүргізуші бола салшы. Ал бастайық. Қалай ұйықтайды? Мафия оянады. Раяна, таңда. Таңда шеш. Не істеп жатсың? Ақнұр ма? Енді Ақнұр ғой. Қасқа, кардешін өлтіріп жатырмын. Кардешін ғой, сен қалай өлтіресің? Самира ма? Неге айтып қойдың? Бәрі біліп қоятын болды ғой. Қыздар, менде күшті өлең бар. Қандай? Қараңдар, егер де Ерке Есмахан біздің КТЛ-да оқыса. Атырауда бар, Ақтөбеде бар, Оралда жоқ, Ақтауда бұйырса. Сіздермен бірге болған Ақтау қызды күтіп жүрген Белая вышка командасы. Ақтау қыз тезірек ашылу үшін бәріміз бірге. Көп рахмет. Келесі сахнада Селкой халықаралық мектебінің құрамасы батыстық қиярлар. Маңғыстау. Каньондар. Үңгірлер. Каспий. Нұрбақтай, біз түсінбедік. Ачы бізді аэропортта ешкім күтіп алмады. Әлде мынау жетіспейді ма не? Тоқташ, біз аэропорттан күтіп алатын май бұқымыз қайда? Красный дорожка, фейерверктер қайда? Дейтін оркестрларын қайда? Әлде біз мына ақшаларды бостан-босқа төлеп жатырық па? Жігіттер, бізді осы неге байлар, мажорлар, ақшасы көп деп неге мазақтай береді? Неге? Жігіттер, біздің оқуымызға төлеп жатқан біз емес, ата-аналарымыз ғой. Дұрыс. Біз барлығымыз бірдейміз. Қарапайымбыз. Артықшылығымыз жоқ, шүкір, кемшілігіміз де жоқ. Жоқ. Барлығымызға беріліп жатқан құндылық бір ғой. Атак біз КВН-да ойнай аламыз. Бүгінгі КТЛ-ға бәрін жеңу үшін келдік. Ақтауда лицейінде ме? Әрине. Қалай? Ойындамаңдар, жігіттер. Менде оған арнайы қару бар. Қандай қару? Мұнау кімдер, Бұлар дейтін біздің армандар ғой. Жігіттер, доғарындар, жігіттер. Менде одан да нән сыйлық бар ғой. Қандай? Аян, хабарлаш. Құрметті Ерден ағай, Селкой мектеп атынан сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Тоқтатыңдар. Ерден ағай келіп өзі сыйлықты алған ұят болмайды ма? Мә!
жақсы сонда сыйлық барып сыйлан. Не қалды сыйлық? Не деп айтты? Финалда сыйланам дейді. Ерден ағай, құлағыңызға алтын сырға. Тағы бір қыз болар еді ғой. Қаяққа кетті? Қайда кетті ол? Ана қыз қайда? Табыңдар ана қыздар ғой. Бір қауға жетіспейді. Ана қыз қайда? Қайда ана қызымыз? Міне. Тоқтатыңдаршы, не болып жатыр, не істеп жүрсіңдер? Не мынау үстеріңе келгендерің? Мынау не? Білмейміз. Нұрбақыт ағай берген гримеркадағы киім. Қай гримерка, қайсы гримерканың кілтін берші? Йо-майо, Нұрбақыт ағай, мынау құлсарының гримеркасы емес пе? Йо-май! Құрметті әділ қаза алқалары. Егер бүгінгі ойында біз жеңбесек, біз екеуміз қатты жылаймыз. Ал қыздың көжасына қалған адам ешқашан бақытты болмаған. Байқандар, жылатып болмаңдар. Ендеше, дәл осы стильде Silkway лицейі сіздермен кездескенше! Set large rule kingdoms. Dominion. Көп рахмет. Келесі сахнаға Ақтөбе ұл білім инновациясының құрамасы бірдеңе командасы. Өлең сөзін жазған МС Ерден. Әдіскелеп осы қосып отырайық. Йоу Ақтау, Алматы-Алатау, Қаратау, Ағатау, бізге де көбі керек ау. Тау. Жігіттер тоқтатыңдар болды. Не әзілдер Нұралданның бюджетіне ұқсап кеткен? Неге? Келіңмен сатқа ысырап болып отыр. Жігіттер, біз осы ойынға серьезно қарау керекпіз. Жүргізушісін өзің қарасаңдаршы. Нұрбақыт ағайымыз тұр ғой. Нұрбақыт ағай қандай кісі екенін білесіңдер ме сендер? Нұрбақыт ағай деген барған жерінде салиқалы әңгіме айтатын өте сабырлы кісі. Ане жігіттер, көрдіңдер ғой, шүкірік рас айтады дейді. Және де жігіттер, осы ағайдың бет келбеті бар ғой, өте сымбатты, андай Голливуд жұлдызындай бар ғой. Ане көрдіңдер, екінші рет тасып отыр. Және де жігіттер, мен осы ағайдың тәрбиесіне таңғалам бар ғой. Үйленбеске дейін ешбір қызбен жүріп көрмеген, ешбір қызын қолынан ұстамаған ғой. Айта алмаймын мен. Жігіттер, Ақтаудамыз ғой. Дайындалдың директорын мақтайық та. Бекзат, сен қуасың ба? Өзіміздің директорымызды мақтамай, ол директорды нақ мақтаймыз біз. Ол директор не деген білесің ба? Отқан командаға ақша берем деді. Қой, шын ба не? Шын. Рас деш? Рас. Онда Әлбек ағай, мен папам. Папасы несі? Сен папан саған ренжіп қалмай ма? Папа ақша берсең ренжімейді. Ендеше ойымыздың басын Ақтау лицейінің завучы Бақберген ағайдың сөзімен бастауымыз келеді. Көрейік, кантиде болған жағдай. Самат апай, маған қарызға бір әлбені бересіз бе? Қайдағы әлбені? Сен қарызың толып тұр ғой, төлешейші сон бірінші. Ой апай, ол қарыздарды қоя тұрыңызшы. Менде әлі оразада 15 күндік қарызым бар. Тамашалайық, пилоттар кабинасында мүлдем болмайтын жағдай. Братан, аукс бар ма? Дерзкі өлең осам. Елестет көрейік, бала кезінде боксер болуды армандаған сауыншы. Тамашалайық, кезінде бандит рекетир болған вахтер. Әкелдіңдер ма? Әкелдік. Қайсысы? Мінекей. Нені? Ой ағай, екінші аяқ киім ғой, өзіңіз ғой айтқан әкелі. Төбесін қала арайлы, бір күнмен жанға шуақ тарайды. Жігіттер, біз осы ойында барлығына дайын болу керекпіз. Жеңіске де дайын болу керекпіз. Жақсы жігіттер, молодцы. Тоқтаңдар. Біз әлі жеңген де жоқпыз ғой. Біз әлі жеңіске де дайын болу керекпіз. Білдім, осы жеңілетімізді білдім. Ойната алмайсың сен. Ойната алмайсың.
Бұл әділ емес, бәрі шешіліп қойған. Коррупция бұл. Коррупциядан бәрі, әділ қазалар бәрі, әділ емес. Жігіттер, болды. Ашуларыңды қойыңдар. Біз қанша осы ойынды ойнасақ та, ұтылсақ та, жеңсек та, осы ойынды ойнаудан шаршамаймыз. Сіздермен бірге болған білдене қалмасы. Бәріңізге де рахмет. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Жаңа Өзен білім инновация лицейінің құрамасы из 90-х командасы. Соңғы қазір алқасы мына кім? Кім еді? Танымаймын. Білмеймін мен. Үшеу кім жалпы? Білмеймін. Бір Нұрбол ағаның орнына үшеу келіп отырып алыпты ғой. Сол. Оны ойшы міне. Біздің Өзенский Салауат ағай отыр ғой. Мына білесіз, өзіңіз Маңғыстау Шұбат өлке, сол үшін сіздерге Шұбат. Тоқтаңдаршы. Сені шапан киіп, шуат беріп, жағымпаздан ойнап атырық. Білмеймін, постоянно өйс ойнағандар бірінші орын алады ғой. Бұл сендерге солтүстік аймақтық па, жағымпаздан алып кете беретін. Өзіміздің жер, өзіміздің сахна, өзіміздің Ақтау. Смело ойнай беріңіз, жігіттер. Онда Ақтауда өзін еркін сезетін өзендіктер. Біз бастаймыз! Тамашалаймыз, Нұрорда лицейінің оқушысы халықаралық олимпиададан бірінші орын алғанда. Бауырым, бұл жетістіктерге қалай жеттің? Мен негіз бұл жарысқа дайын болсын бара салған болатынмын. Бұндай жарыстарда бірінші орын алу үшін өмірге деген талпынысың керемет болу керек қой. Сені ешкім сындыра алмау керек. Ал енді Құлсарының оқушысы қалалық олимпиададан үшінші орын алғанда. Ассалаумағалейкум, бұл жетістіктерге қалай жеттің? Бұның бәрі менің білімім мен рандомның арқасы. Мен бұл жеріңсімді ата-бабама арнаймын. Аруақ! Бірі білсе, бірі білмейді, Петропавл лицейінде қыздар мен ұлдар бірге оқиды. Ал енді осы лицейге келген біздің оқушылар. Қош келдіңдер оқушылар, не? Тасташы соткан, бірдеме қызың шеш. Ағай, анау не? Мұнау біздің осы күнге дейін жеткен жетістіктеріміз. Ой, ағай, қызық емес, басқа зат. Қызық айтайын ба? Ар жақта қыздардың жатақханасы. Не болды қыз деп? Әби, ең қызығы, мұна яқта аблалардың жатақханасы. Тамашалаймыз, басқа қалалардың телеарналарында не көрсетіледі? Кеш сағат бүгін Жаңаөзен қаласында форум өтеді және КВНнен қалмаңыздар. Ал енді Жаңаөзен қаласының телеарнасында не көрсетіледі? Бірімізге аға, бірімізге бауыр. Зайыба Сарбек Руы Беріш, Пістегүл апамыздың 40 күндік ас садақасына шақырамыз. Болатын мекенжайы Көктем шағын ауданы, 67-ші көше, 44-ші үй. Белгі қойған балалары. Рахмет. Жоқ, тоқта, айтам мен. Айт, не ол? Бірінші орын алып, Астана бармай қалдық па? Бармай қалдық. Екінші орын Алматы бармай қалдық па? Бармай қалдық. Осы қорқат өзендіктер бірден бүлдіріп кетеді деп бар ғой. Құрметті қазір алқасы, тым бүлдірмейіз. Өтінем, просто барайықшы. Рахмет. Voyage, voyage. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Орал білім инновация лицейінің құрамасы 07-ші аймақ. Бұл 07-ші аймақ, қаламыз тұр жайнақ, жасыл қала Орал. Ассалаумағалейкум Ақтау! Жігіттер, бүгінгі ойын тақырыбы армандар мекені. Лицей действительно армандар мекені ғой. Бізге лицей түспес бұрын газон сап береміз, бассейн сап береміз. Бірақ та әлде сап бермеді, дұрыс қой армандар мекені ау. Мойындау керек, осы батыста ең әдемі қала ол Ақтау қаласы. Ол ма? Ақтау осы жарыста жүлдеге үміткер бірден бір команда емес пе? Ол ма? Әлде ол емес пе? Сол. Ақтау батыс аймақтық футбол жарысында үлкені де, кішісі де бірінші орынды алды ғой. Жігіттер соның себебін білесіңдер ма не екен? Жоқ, неге? Мысалға футбол, жетекші Жанбек Абаев оралдық ма? Оралдық.
КВН жетекшілері Бижанов Аслан, Жұбанов Әлшер оралдық ма? Оралдыкі. Орал. Ақтау. Орал. Ақтау. Мен саған оқушы тәрбиеші етсем, жетекші етесің бе? Ja. In mein Kopf zu viel Probleme. Ich kann nicht mehr schlafen, meine Augen. Құрметті көрермендер, елестетеміз, менің атым Қожа фильмі лицейде түсірілсе. Бұзауым, мен сені үйге қарай деймін. Сен қыздар лицейіне қарай қаш. Құмашы, өш күлтіреді ғой. Let's get comfortable. Аяқ асты блогер болып кеткен тәрбиеші. Я, достар, біздер бүгін тәрбиешілермен банядамыз. Let's get comfortable. Газет беттерінде жанып жатқан әріптер. Let's get Әрбір лицейде міндетті түрде осындай оқушылар кездеседі. Біздің лицейдің бүкіл проблемасын Дархан ағаның инстаграмнан жазып жүрін. Ол кісі қарамайды да ғой, жазбайды да. Жазды. Просмотрын деп жазып жүр, білім қарастырамыз деген. Түнгі орал кешінде біз таң атқанша билейміз. Ойын соңында аңыз. Ертеде. Қашан ол ерте деген? 2 жыл бұрын. Осы бір Ақтауда жарыс өтіпті. Оған мен деген батырлар келіпті. Қандай? Мен деген батырлар. Біреуі 1500 километрден, біреуі 1000 километрден келіпті. Ең соңында 150 километрден келген батыр жеңіп кетіпті. Тоқта, мен саған келіспеймін мен сенімен. Сонда қонақжай Ақтау 150 километр жерден келгендерге беріп, тонау 1500 километр жерден келгендер бермей алмайтын шығар. Жоқ, Бекс, ол кезде жөрейді Ақтаулықтар отырмады. Қазір қонақжайлықтың не екенін білетін Ақтаулықтар отыр. Сіздермен бірге болған 07 аймақ Орал. Рахмет. Оралым ай, туған жерім, киел өлкен, туман келем, асқақтай бер. Келесі топ сахнада Атырау қыз білімін сенің құрамасы КТЛ Pro Max. Бұл қызда лицей лигадағы шара бара бізге жетет, бізді шететет, как будто билетеп. Сәлем Ақтау! Қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара бариге жетет. Негізі сіздер бізден би күткен шығарсыздар, бірақ біз билемейміз. Бермейміз ба не? Я, билемейміз ғой. Бермесек онда мен кеттім. Давай. Жоқ, қыздар, жиналдар, бүгін маңызды ойын. Я, оймен жинақтамыз, не істейміз? Ойланамыз. Апа, не істейатсыз? Ойымды жинақтап, нәпсімен күресіп жатырмын. Ал ендеше ойынымызды тақыр басадан басына жалғыз биттің әнімен бастаймыз. Көрек, осындай да жағдайлар болады екен. КВН ойынына еш дайындықсыз келген команда ойынның басталуына 5 минут қалғанда. Ассалаумағалейкум. Ең жылдам қабыл болатын дұға. Тамашалаймыз. Ұлдар лицейін әскерге қалай алдап апарады. Кестік. Әскерге қабылдандыңыз? Ағайында точно Ақтөбе қыздар бола ма? Точно олады ғой. Анда бізде точно маклюбе жейміз ба? Маклюбе тост как положено. Йо! Тамашалаймыз. София абла сізге келіп тұр. Сен бұл тикток биде белең келеді, бірақ сен лицей оқушысың. Лицейде осындай да оқушылар болады екен. Қалайсың, пупсик?
Знаешь, тут какой-то мұрты бар Агашка келеді ма, кызым дейді. А я говорю, я не твоя кызым. Та еще келіп, шака айтады ғой. Ту, забери меня, пупсик. Адя, не істеп отырсың, этюд қайда? Пупсик, подожди. Ту, аба. Не аба, алып көрші телефоныңды. Пупсик, сен бар ғой, мен де алып кетші. Көреміз. Лицеист қыз, келін болса. Келін? Тамашалаймыз. Дым, фантазия, шоқ, диджей. Фристайло. Фристайл. Ал ендеше сөз соңында біздің бауырмашылығымызды нығайтқан, қабілеттерімізді дамытқан КТЛ-дің 5 жылдық тарихына рахмет дейміз. Сіздермен бірге болған КТЛ Pro Max. Все мои улыбки делают Және бастауыш сайысымызды аяқтайтын Қолсары білім инновация лицейінің құрамасы біз жанбасақ лапылдап. Батыс аймақ чемпионы алдыңда, финалға барды, кубокты алдықта, келдік қайта чемпион болуға, амандасып алай халқымызға. Көк көйлек киген құрбыларым да бар. Жігіттер, Нұрбақыт ағай жерлестеріңнен бір салем. сен не қуыптысың? О, біздің жерлес болғанмен бүгінгі ойында көмектеспейді. Бүгінгі ойын шешетіндер менен мұншақты отыр. Құтты міне құттайдық. Ерден ағай батыс аймақтық айтыскер. Айтыскер дейді ғой. Әдіскер қол кісі қуасың ба? Әдіскер ма? Мияқтылары көрсетші. Сіздер кімсіздер нағып Жігіттер, Ақтауға келдік. Ақтау туралы айтайық. Ақтау көркек беткен. Бұрын Атырау қыздар лицейінің қыздары бар ғой. Қай жаққа отсың? Ақтау дейтін еді ғой. Қазір қай жаққа отсың дейш? Қай жаққа отсың? Ақтауды. Сосын ол қыздар барады да, кешкісін теңіздің жағасына барып, екі қыз, бір қызды 1045 рет фотоға түсіреді. Сосын соның біреуін таңдап, инстаграмға пост салады. Астын не деп жазады десеш? Не деп жазады? Ақтау, встречай свою ктл-скую девушку. Немесе, Абыламның бір штук қызымын. Абыламның 26 қызы бар ғой. Жақсы жігіттер, жалғастыра берейік. Жарық Ақтау! Тұршы орныңа. Сен кеше үшін, нә жерде маңыз ойын болатыр, білесің бе? Екінші рет чемпион болуымыз керек. Маңыз ойындар кім қарсыластар? Атырау қыз, Ақтөбе қыз. Жоқ, Дастойын айтшы. Ақтау, жаңа өзен. Вот Ақтөбесін қорқу Кім бар тағда, кім бар? Орал, Силкөй. Орал? Силкөй? Деп қорқатын кіміміз сияқты. Ендеше армандарын орындауға келген құлсарлықтар. Кеттік! Құрметті көрермендер, тамашалаймыз, бар фантазиям қосамыз, Африка лицейі. Әбей, айттым ғой, тақым келмей. Галстуң тақ деп саған, Галстуң тақ жүрмей ме? Ойынымыздың соңын Африкадағы бір тәрбиешінің сөзімен аяқтаймыз. Тарang-параң, шараң-тарang-параң. Түсінген боларсыздар, сіздермен бірге болған біз жанбасақ лапылдап құлсары КТЛ. I love you,
көп рахмет. Бастауыш сайысы өз мәресіне жетті. Құрметті командалар ортаға. Құрметті әзілқазылар, дайын болсаңыздар, бастауыш сайысының ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Сахнада алғаш шыққан Ақтау, Уайттау. 10, 9, 9, 9. Ақтөбе қыз, белая вышка. 10, 9, 8, 9. Силкой, батыс қиярлары. 7, 9, 7, 8. Ақтөбе ұл, бірдеңе. 8, 7, 8, 10. Жаңа өзен, из 90-х. 10, 9, 8, 9. Орал, 07 аймақ. 9, 7, 8, 9. Атырау қыз, КТЛ Pro Max. 9, 8, 8, 9. Және Құлсары, Біржан Басақ Лапылдап. 9, 10, 9, 10. Бастауыш сайысы бойынша орташа ұпайлар. Ақтау, Уайттау, 9,2. Ақтөбе қыз, белая вышка, 9 ұпай. Силкой, батыс қиярлары, 7,7. Ақтөбе ұл, бірдеңе, 8,2. Жаңа өзен, из 90-х, 9 ұпай. Орал, 07 аймақ, 8,2 ұпай. Атырау қыз, КТЛ Pro Max, 8,5 ұпай. Және Құлсары, Біржан Басақ Лапылдап, 9,5 ұпай. Көп рахмет. Келесі сайысымыз оқиғалық ширату. Әділ қазылар тарапынан жағдаят, яғни ситуация беріледі, ал командалар тапқырлықпен және әзілмен жауап беру керек. Құрметті әділ қазылардан бір кісіні ортаға шақырамыз, сахнамызға. Салауат ағай, сіз өзіңіз бастап. Салауат ағай, сіз Бозжыраға барып келдіңіздер, қалай болды, жақсы болды ма, қалай жалпы? Иә, осы ойынға үлгеру үшін барымыз салып үлгердік. Керемет, көп рахмет. Сіздің жағдаятыңыз келесі, сол Бозжыраға келесі командалардың алдыңызға шығатын кісімен Бозжыраға бірге бардыңыздар, және өкінішке орай адасып қалдыңыздар. Сіздің айтарыңыз, айттым компасты алайық деп. Ағайдың сөзі, айттым сендерге компасты алайық деп. Айттым сендерге компас алайық өзімізбен деп. Дәл солай. Ұрсуды қатырамыз. Команда атын және қаланы ұмытпаймыз. Жаңаөзен из 90. Айттым сендерге компасты алайық деп. Біз примерно Айдалада жүрік қой да, примерно Құлсары бар қасымызда. Атырау қыздар лицейі, КТЛ Pro Max. Айттым сендерге компас алайық деп. Өзіңіз ғой алмаймыз деген. Уайттау, Ақтау. Қалайсың, Раха? Айттым сендерге компас алайық деп. Ой, ағай, бір қойыңшы компастың тілін білетіндей. Жаймақ Орал. Айттым сендерге компас алайық деп. Біз негізі сізге айттық қой. Біржан Басақ Лапылдап, Құлсары. Айттым сендерге компас алайық деп. Ағай, біз сізге айттық қой, туг иш жазайық деп. Ақтөбе қыз, белая вышка командасы. Айттым сендерге компас алайық деп. Өзіңіз ғой счетчиктің несін алып кеткен. Силкой, батыс қиярлары. Айттым сендерге компас алайық деп. Не істейсіз оны? 21 ғасыр ғой, телефон бар мысы? Құлсары, Біржан Басақ Лапылдап. Айттым сендерге компас алайық деп. Кейде ойланам, компас не үшін қажет деп. Жаңаөзен из 90. Айттым сендерге компас алайық деп. Братан, құбылаға қара, бара көрешеш.
осы соңғы жауап болсын. Атырау қыздар лицейі ктл промакс. Айттым сендерге компас алайық деп. Мен сізге напоминалкым ба не? Көп рахмет. Доғол шапалақпен. Келесі Әлібек ағай. Әлібек ағай дайындал білім беру орталығының директоры. Әлібек ағай сіздерді жұмысқа алайын деп жатыр. Және ол кісінің сұрағы, сіздің қандай ерекшелігіңіз бар? Мен сіздерді жұмысқа алу үшін сіздердің қандай ерекшеліктеріңіз бар? Команда аты. Мен сіздерді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар? Ақтөбе ел, білдене. Менің папам сізге ұқсайды негізі. Команда аты бірінші. Мен сіздерді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар? Командаға аты айтайын. Жаңаөзен іздеміз. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар сіздің? Құбыланы компасқа қарамай ұра беремін ғой мен. Ақтөбе ел, білдене. Қандай ерекшелігіңіз бар? Мен компастың тілін білемін. 07 аймақ Орал. Қандай ерекшелігіңіз бар жұмысқа алу үшін? Құлақтан қатты себетін бар. Селкой батыс қиярлары. Қандай ерекшелігіңіз бар? Мен мажорым бар ғой. Бұл жеттен еш қиналмаш бауыр. Атырау қыз ктл промакс. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар? Нәпсімен күрес алған. Ақтөбе қыз белая вышка командасы. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшеліктеріңіз бар? Туыма мотивация керек болып жатыр. Бұл өмірде осы түйме сияқты мықты болу керек. Ақтау, Уайттау. Қандай ерекшелігіңіз бар? Ағай, мен качукпын, качук. Біз жамба салапылдап құлсары. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар? Жеңіл атлетикамен айналысам. Біз жамбасы қылаплап құлсары. Қандай ерекшеліктеріңіз бар? Братан, осы күнге дейін қызбен сөйлескен жоқпын вообще бар ма? Селкой батыс қияралары. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшелігіңіз бар? Мен дауысты өзгертер аламын. Жаңаөзен іздеміз. Қандай ерекшелігіңіз бар? Қараңғыда жанам ғой, братан. 07 аймақ Орал. Сізді жұмысқа алу үшін қандай ерекшеліктеріңіз бар? Мана качоктың братанымын ғой. Көп рахмет. Келесі Досжан ағай, сізді сахна төріне шақырамыз. Ұялмай ортаға қарай. Ортаға қарай. Досжан ағай, сіз мектеп директорсыз, жатақханадан қашып баратқан баланы ұстап алдыңыз. Сіздің сұрағыңыз, қайда қашып бара жатсың? Қайда қашып бара жатсың? Даусың ішімінде директордың даусындай шықты. Өзіңізге сай екен. Ақтөбе ел, білдене. Қайда қашып батсың? Ақтөбе қызға. Сәлем бердік. Қайда қашып бара жатсың? Ақтөбе қыз белая вышка. Қайда қашып батсың? Қалтада тек қана Изин Ходжа. Селкой батыс қиярлары. Қайда қашып баратсың? Бизнес встречаға. Өлжен аймақ Орал. Қайда қашып баратсың? Сол, қыздар келіп тұреді. Біз жамбаса лапылдап құлсары. Ей бала, қайда қашып батсың? Ағай, өзіңіз білесіз құлсары айдағада орналасқан. Қайда қашан басқа? Ақтөбе бірдеңе. Қайда қашып батсың? Мен түнде көрінбеймін деп оған қалай көріп қойдыңыз? Атырау қыздар лицейі ктл промакс. Қайда қашып батсың? Ақтау, Уайттау. Қайда қашып батсың бала? Тренировка қашып барады.
Ақтөбе қыз белая вышка командасы. Қайда қашып батсың? Енді подружкаларымыз ақтау қыз ашпаймыз ба? Біз жамба салапылдап құлсары. Қайда қашып баратсың? Вот так пойдешь, сұраққа кетіп батырмын. Жаңғөзен іздемесің. Қайда қашып баратсың? Салаудаға мен Бозжыраға ашып бардым. Силкой батыс қиярлары. Қайда қашып барасың? Қараңғыда көрінбеймін деп эксперимент жасай едім. Ақтөбе ертіп білден. Қайда қашып баратсың? Дайындалға собеседование. Көп рахмет. Қалдарыңызды Ерден ағай. Ерден ағай, сіздің жағдаятыңыз келесі. Сіз алдыңызға шыққан оқушы Нұрбол ағайды іздеп жүрген. Сіз сол оқушыға айтатыңыз, Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Силкой батыс қиярлары. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Проблем бар ма не? Жоқ. Қиын сұрақ сияқты ғой. Иә, жағдаят қиындау кеткен сияқты. Ақтөбе қыз белая вышка. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Онда атыңыз кім болады, сері жігіт? Атырау қыздар лицей КТЛ Промакс. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Жаңғөзен іздемесің. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Нұрбол ағайдың орынбасатын Дархан ағай сіз бе не? Ақтөбе ертіп білден. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Ағай, сізде Нұрбол ағайдан қандай кемшілігіңіз бар? Ақтөбе қыз белая вышка. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Бәсе, батыс аймаққа не келмей қалды деймін? 07 аймақ Орал. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Нұрбол ағайдың дәрежесіне жетіп қалдыңыз ба не? Ақтау, Ойттау. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Нау КТФ екен ғой. Мен садик па деп ойлап қалдым. Біз жамба салапылдап құлсары. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Вице-президенттің орнына айтыскер қалай етеркін? Мә, әдіскер екен ғой. Ақтөбе ертіп білден. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Ағай, жоқ деменіз, болмай жатыр дедіңіз. Соңғы жауап. Жаңғөзен белый іздеуінасы. Нұрбол ағай жоқ, орнына мен. Орын баса беретін КТЛ ма не бұл? Көп рахмет. Құрметті әдіқазылар, дайын болсаңыздар, оқиғалық ширату сайысы бойынша ұпайларын алсақ, минимум 5 ұпай, максимум 10 ұпай. Оқиғалық ширату сайысы бойынша ұпайлар Ақтау, Уайттау. 9, 9, 9, 6. Ақтөбе қыз, белая вышка. 8, 9, 8, 7. Силкой батыс қиярлары. 9, 10, 10, 8. Ақтөбе ұл бірдеңе. 8, 9, 8, 9. Жаңа өзен из 90-х. 8, 8, 8, 8. Орал 07 аймақ. 7, 8, 8, 7. Атырау қыз КТЛ Промакс. 7, 9, 8, 8. Құлсары Бізжан Басақ лапылдап. 8, 9, 9, 9. Оқиғалық ширату сайысы бойынша орташа ұпайлар.
Ақтау Уайттау 8,2. Ақтөбе қыз Белая вышка 8 ұпай. Силкой батыс қиярлары 9,2. Ақтөбе ұл бірдеңе 8,5. Жаңа өзен из 90 8 ұпай. Орал 07 аймақ 7,5 ұпай. Атырау қыз КТЛ Промакс 8 ұпай. Құлсары Бізжан Басақ лапылдап 8,7 ұпай. Екі сайыс орташасы. Ақтау Уайттау 8,7 ұпай. Ақтөбе қыз Белая вышка 8,5 ұпай. Силкой батыс қиярлары 8,5 ұпай. Ақтөбе бірдеңе 8,3 ұпай. Жаңа өзен из 90 8,5 ұпай. Орал 07 аймақ 7,8 ұпай. Атырау қыз КТЛ Промакс 8,2 ұпай және Құлсары Бізжан Басақ лапылдап 9,1 ұпай. Көп рахмет. Құрметті командалар, келесі сайысқа дайындала берсеңіздер болады. Ал енді соңғы сайысымыз еркін сайыс. Оқушыларымыздың дайындап әкелген тапсырмаларын тамашалайық. Сахнаға алғаш болып шығатын Орал 07 аймақ. Бұл жағына біздің фантазиямыз лицей оқушысы қызбен танысуда, ал оның басында не болып жатқан ешкім білмейді. Тәкс, қыз шақырып қойын, мен шәптім өрге. Болды, шәмейміз бәрі, нормально. Жігіттер өсін, не прикол қытылды, қыздың рөлін баллон еттеген. Барыс кетші, қыз алып қойшы, қыз жетіспей ма? Вот это другое дело. Привет, Бексұлтан, қалайсың? Уағалейкум ассалам, жақсы, шүкір. Бексұлтан, сен КТЛ-да оқиды дейді ғой, түркше білесің бе? Білем ғой, білем. О, қайда түркшені айтып жатыр, памятсінде бірден барма қараш. Менде Гохан гүлімен четемейді масқа іштегі жылар. Сен памятсің бә не? Құттайсың ғой. Нато пашлы ақылда кішкентай ғой. Нато пашлойын басында кішкентай жар. Бексұлтан, сен қандай спорт түріне қызығасың? Футбол. Теннис. Шахмат. Баскетбол. Деген не, қодыртасың, артқа жүрдің де. Сол де. Чөтіна тармас етіп әтір ғой, официант шақырайыншы, Официант. Кешерістер не олайсыздар? Маклюи! Тост, экмек! Мясо по-тайски. Адалдық. Бірінші тестім. Менен баға бізде оқуат аттүйтчей бар. Қадады ғой бізді конкрет. Менде мұнандай жоқ бар. Сіз қалайсыз, сіз не қалайсыз? Маған бір шашлик барайын дайын болса. Заказдарыңыз қабылданды, 5 минут дайын болады. 5 минут? Тамашық 3 минут? Маған Нұрбақтай тағы тамаш жемеге дейін тұрған. Камер шықпайдан Абишкін звондап жатыр. Абишкі деген кім? Бір әтішкер ғой. Да, Аби? Алло, Бексұлтан қайдасың? Сол, Аби, үйде. Өтірік айтпа. Ресторанда жүрмай. Кіммен үшін ресторанда? Балдармен шыққанбыз ғой. Өтірік айтпайын, Бексұлтан. Қызбен жүрмай. Қызбен не істеушін, Бексұлтан, мен саған айтқан жоқ па? Қызбен жүрмейсің деп. Аби, жасым 20 келген жоқ па? Ойын соңында, мейлі сен 30-ға кел, мейлі сен 40-қа кел, бірақ тәрбиешінің айтқанын екі етпей орындауың керек. Шәкірттен лицей кеткенмен, лицейден шәкірт кетпейді. Сіздермен бірге болған 07 аймақ Орал, рахмет. Ауылдан көшсең көшкеруін, қалада өрле өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен адамнан. Көп рахмет. Келесі сахнада Атырау қыз білім инновация лицейінің құрамасы КТЛ Промакс. Тақырып қандай еді? Армандар орындалады мекен да? Осы тақырыпқа отырып мен бір шығарма жазайын да. Не деп жазсам болады? Баяғда басы сопақ, денесі квадрат. Чё там, брат? Айтып олайыншы. Аяғы жалпақ, бір фигурный батыр болыпты. Адам теңімен жаратылады ғой, оның да бір теңі болсын. Оның теңі деген
қыпша белді, қара қолаң шашты. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, бір ақтөс деген жылқысы олыпты. Так, ақтөстің қандай ерекшелігі болсын? Ақтөстің артқы аяғы өзіне бағынбапты. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, брат. Чё там жайлауда не болып жатыр? Бәрі тыныш, су баяғы ғой. Мына жерде кім автор, мен ба? Берем ғой сөз, не болды? Жалғастыр. Мына кісі не істеп тұр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Енді бұл кісінің де мамасы просто так жібермеді ғой. Мамасына ұят болмасын деп бір рөл беріп қойдық, енді ағаш болып тұр. Жалғастырамыз. Сөйтіп, Батыр мен Ақтөс армандар орындалады деген мекенді естіп, сол жерге баруды мақсат етеді. Ол жерге бару үшін 1, 2, 3 кезеңнен өту керек. Допустим, давай бірінші кезеңде бір музыка естісін. Тик-так, тик-так. Мынау не дегенді біз мынау қалай өтеміз? Мен білем ғой, бұл тикток емес пе? Так, біріншісінен өтті. Не істеймін мен? Бізде роль жоқ, Мария бар ғой. Сол алдарынан дол ақтырсын. Сөйтейік. Шақ кеттік қой. Енді не істеймін? Мен де кішкене трендте болайын да. Игра в кальмарның бір ойынын қойайын. Аспан. Сөйтіп, 3 сынақтан тек Батыр ғана өтеді. Осыны да армандар орындалатын мекен дей ма? Басқарымен дым айырмашылығы жоқ қой. Тасташ, мен шашап көттім, жазбайым болды. Қыздар, болды, жиналайықшы. Негіз жақсы ойнады қыздар, особенно ағаш. Былай қарап тұрсаң, Батыр шынымен айтады. Негізі армандар орындалатын мекен деген жоқ. Ол жай ғана адамның қалауы. Сосын байқасаңыздар, мынағат неге құлай берді? Себебі оның көзі қараңғыда және көзі көрмейді. Сөз соңында айтқымыз келгені, қараңғылықтан басымызды көтеріп, көзімізді ашайық. Сол кезде ғана біз армандарымызға жете аламыз. Сіздермен бірге болған КТЛ Pro Max. Все мои улыбки делают ау. Өте жақсы. Келесі топ сахнада Ақтөбе ұл білім инновация лицейінің құрамасы бірдеңе командасы. Бүгінгі ойын тақырыбы армандар мекені. Ал біздің арманымыз ол чемпион болу. Сондықтан елестетіп көрейік. Осы ойын соңындағы әділқаз алқалары чемпионды анықтауда. Осы чемпион болу керек. Беру керек осы командаға. Қай команда айтсаңызшы? Қайдағы команда? GGG тим ғой. Головкинмен әріптестер қай команда чемпион болатынын шешу керек. Ерден ағай, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша тақырыптан кетпеген, мағыналы, тәрбиелі әзілдер ойнатқан команда жеңіске жету керек деп ойлаймын. Ерақа, олай емес. Әзілдері күлкілі болған, өтімді болған команда чемпион болу керек. Олайша Ақтөбе ұлға бермедік па? Жолдастар, әріптестер, бетіп қарап тұрсам, Ақтөбеде ұлдар да, қыздар да командасы бар. Ақтырауда қыздар да, ұлдар да командасы бар. Осы Ақтауға бір қыздар командасы жетіспейді. Ашу керек. Не істейміз оны? Онсыз да КТЛда бет алды биле беретін команда бар, жетеді. Әлібек ағай, сіз қалай ойлайсыз? Әріптестер, осы маған құлсардың сәлемдесі түкте ұнамаған жоқ. Маған айтады, сіз кімсіз, сіз мына жақта не істеп жүрсіз, неғып жүрсіз дейді. Бұл не құрмет? Не олардың не құрдасың ба осындай прикол ұстайтын? Дұрыс демепті олар. Бірақ сіз кімсіз? Жоқ, түсінбедім. Әріптестер, сіз шынымен де мені танымай тұрсыздар ма не? Кімсіз? Кімсіз енді? Сіздер шынымен де мені танымай тұрсыздар ма не? Мен деген. Кімсіз? Мен деген. Кімсіз енді айтсаңызшы? Не жоғарыға көрсете бересіз? Ой, потолок әдемі екен де. Мен деген ана күліп алып бес қоятын төрешім ғой.
жалпы әріптестер, осы мен ойымша чемпиондықты алатын командада ұтымды әзілдер болу керек, жазып отырмыз. Және де жақсы тактикасы болу керек. Және де ең бастысы мағыналы, тәрбиелік мағынасы бар сөздер болу керек. Тура Хабиб сияқты айттыңыз ғой. Кім? Хабиб сияқты. Кім? Хабиб. Маған кезінде мамам айтқан, Әлбек балам, төреші болсаң, әділет төреші бол деген. Бұл айта алмадым. Жолдастар, Сережа жаңалаяқта бізге чемпион болатын команданы шешу керек. Дауыс берейік, мен өз даусымды Оралға берем. Ал мен болсам өз даусымды Ақтөбе ерге беремін. Ендеше мен өз даусымды Атырау қызға берем. Жи, Головкинші. Төбесін қала арайлы, көркіңмен жанға шуақ тарайды. Әділ қазылардың әділ шешімді қабылдайтынына күмәні жоқ. Ақтөбе білім инновация лицейінің бірдеңе. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сахнада Силкой, батыстық қиярлар. Джульетта. Бұл Ромео. Ромеоның рөлінде Әділет. Ромео! Джульетта! Ромео! Бұл Джульетта. Джульеттаның рөлінде Нұрайлым. Бірақ Нұрайлым Джульетта рөлін ойнағысы келмейді. Себебі Әділеттің бойы кішкентай. Джульетта! Ромео! Джульетта! Ромео! Джульетта! Ромео! Джульетта! Ромео! Джульетта! Ромео! Джульетта! Ромео! Джульетта, уайымдама, ауырған жоқ. Джульетта, менде саған екі жаңалығым бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Қайсынан бастай, Джульетта? Жақсынан баста, арты жаман болсын. Біртүрлі... Мен жақсы жаңалығым, мен тәрбиеші болатын болдым. Жаман жаңалық қандай екен? Менің жаман жаңалығым, енді біз екеуміз 4 жыл үйлене алмаймыз. Ренжіп тұрған Джульеттаны Ромеоны еркелете бастайды. Көфтем менің, мағлүбем менің, достарым менің. Осы сенің қарның ашпа, постоянно тамақ туралы сөйлей береді екенсің. Мен жатақханада тұрамын ғой. Бәсе. Ромео, сен кету керексің. Қазір мен ағам Тибальт келіп қалады. Тоқтамашы. Тибальт менің ағам. Тибальт. Хазик, қарындасының қасына енді көрсем, құлсары кітеліне ұшыр жіберем. Сен келіп үлгердің ба не? Ка, әбейім шақырап, талдырып тастайды. Нұржан әбей! Әбейім кет. Әбейсің мұлыш керек ме? Бұлай кетші. Әбей, жоғара қарасай. Sometimes you just feel tired, feel weak. When you feel weak, Әбей, мен сізге талдық. Жақсы, қайырылсы. Қазір әбейін сияқты талдыртсайым. Мен қорқақ емеспін, кел, жекпе-жек. Ағалар, тоқтатыңдар, мен үшін күреспеңдерші. Айналайын, Джульетта, бұл қазақ фильм емес, күте тұр. Ромео, саған не болды? Ынтымақтастық, құрмет, жауапкершілік. Не деп сандырақтап кеттің? Мен тәрбиеш болға көп дайындалып жүрмін. Джульетта, менде бір арман бар. Қандай? Сен абыла боласың ба? Абыла? Мен абыла? Менде даже эмпатия да жоқ қой. Әбей... Біреу абыла деді ма? Мә? Рахмет. Осылай барлығы тату-тәтті Силкой мектебінде тәрбиешілер мен тәрбиеші апайлардың тәрбиесін алып, сіздерге өз армандарының жеткенін көрсетіп отыр.
Онсыз өмірді сен келіп сән жеттің әнімнің әуені өзіңе дәмелі. Келесі сахнада Ақтау білім инновация сенің құрамасы Уайттау командасы. Құрметті көрермендер, біздің көріністі түсіну үшін сіздерге мықты фантазия керек. Қазір мен сіздердің фантазияларыңыз жаттықтыратын боламын. Ендеше барлығыңыз көздеріңіз жұмыңыздар. Ендеше елестетеміз. Нән жатақхана. Оның қасында үлкен сарқырама ағып жатыр. Оның қасында үлкен гольфне поля бар. Бір қызығы бұл Ақтау лицей. Білен, бұны елестету қиын, бірақ тырысыңыздар. Сіздер бірінші кезеңнен өттіңіздер, екінші кезең одан да қиын. Ендеше көздеріңіз жұмыңыздар, тағы да елестетіңіздер. Үлкен жатақхана. Бір мезетте свет өшіп қалып, барлығы паника өтеді. Қорқып тұрған кезде екі батыр ержүрек түрік ағайлар пайда болып, денелерімен ысқылап, пырт еткізіп, тоқ қылып, жатақханаға жарға келеді. Елестеттіңіздер ғой, а? Елестеттіңіздер ма? Ендеше сіздер біздің көрініске дайынсыңыздар. Сонымен көреміз. Форсаж киносы біздің нұсқада бір қызығы, олар машинамен емес, тост пісіріп жарысады. Мә, тостерлерің жақсы ғой? Иә. Бірақ менікіне беріспе ғой. Қара не істей алатын? Машин. Сен кімсің, е? Менің атым Брайан. Шын атыңды айтшы. Серікбол. Біздің лицейде не жоғалттың? Мен сендердің семьяларындағы ең мықты тост пісіретінмен жарысқым келіп отыр. Кто-то сказал семья? Серікбол, өзіңе көп алған жоқсың ба? Бұлшыған Торетто, мен өзіме сенімдімін. Өзің тосттерін көрсетші ал. Жіктер, тосттың қаншалықты мықты болғаны маңызды емес, оның қалай қолдана білгені маңызды. Ал ендеше жарысты бастайық. Тост сөйлемді дайындаңдар. Бір, екі, үш. Мен сендерге айттым ғой, бір тоққа екі тостар тықпаң деп. Құрметті көрермендер, енді фантазияларыңызды қосыңыздар. Әлгі екі түрік ағай осы жерде пайда болады. Құрметті көрермендер, бұл көрініспен біз еш нәрсе айтқымыз келген жоқ. Біз жай ғана күлдірттік. Бірақ құр жатып, аспан қарап, қиялдап армандамаңыздар. Шүкіршілік етіңіздер. Өйткені қазіргі бар нәрселер кезінде біреулердің арманы болды. Арманда лицей болашақта емес, арманда лицей дәл қазір. Алдарыңызда өнерге өскен Уайттау, Ақтау, рахмет. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Қолсары білім инновация сенің құрамасы. Біз жанбасақ лапылдап. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Ойыннан кейін капитандар бір отырыста. Мә, вообще ойын керемет өтті жігіттер, құрсын. Оны ады тек залда көрермен аз болды демесеңдер. Вообще чет, Құлсары вообще сіздер жардыңыздар. Мә, кім Орал сіздер кішкентай балдарда келіп. Мә, керім, потенциал бар балдарда. Жаңаөзен сіздердің көріністеріңіз өте керемет болды. Силкой қалай ойнады, Силкой? Силкой. Формуларыңыз әдемі жігіттер. Әдемі формалар. Силкойдың капитаны ма? Мынау Силкойдың капитаны ма? Иә. Баяғыдан бері осыларға бірден айта алмай жүрмін бар ғой. Силкой, натуре сендердің формаларың әдемі да. Біздерді қарашы, мен 90 жылық формамен баяғыдан жүріп қойғасқа. Қайдан алдыңдар форманы? Қарапайым өзіміздің. Гуччи, Прада, Армани. Мынау қуат жіктер. Не болды? 91-дегі Арманнан формалдық дейді ғой ма? Қуат. Не, лицейді басаңызға өтеріп атсыздар? Қыздар лицей ар жақта отыр, жүріңіз. Не, құрсын жүріңіз, тым жақсы әңгіме айтып отырық қой, не болып тұпты? Атырау қыздар лицей ма? Иә. Қазір, кім жетекшілеріңіз? Айымгүл. Қазір күтіңіз. Алло да, Айымгүл апай. Ту, иә, не болды құрсын бәрі, тым жақсы әңгіме айтайын десек бар ғой.
Сіз Ақтөбе қызда вообще Ақтөбе ойындарыңыз білмеймін күшті биледіңіздер әйтеуір қыздар бүйтіп қойып күшті билейді сол жатақханада қайталап жүрейікші біздің қыздар тиктокқа түсіріп кәдімгі сіз негізі сөйлейсіз ба не жақсы Нұрбақыт ағай вообще ойын керемет өтті күшті өтті вообще ұнады тек менде бір сұрақ ана жерден мына охрана ағай не қуып жіберді мені ол енді бір құндылық қой жоқ құндылық болғанда негізі ол жерде жақсы енді Капитандар, мен түсінбей тұрмын. Мына Силкой, не қыздар жақта емес, не ұлдар жақта емес, жалғыз өзіне бөлініп отыр ортада. жоқ енді түсінуге болады ғой Қалай? қыздар да оқиды балдар да оқиды енді әкең орнына әке анаң болна анаң орнына ана болады Смело отыра бер онда. жоқ жігіттер мана охранник қойма не айтып кетті әңгімені жалғастыра берейікші әңгіме охранник кетті ғой Тоқтай тұрыңдаршы. Мен банадан бері Ақтөбе қызды байқамай отырмын, сөйлемейді. Сіз жалпы тілек бірдеңе айтып отырыңызшы. Банадан бері сөйлемей жатсыз, байқап отырмын. иә Бұдан қайыр жоқ, ақтырау қыз өзіміз айта берейік. өзің бірдеңе айтшы атырау жоқ енді мен не айтамын дым әңгіме қалмаса анекдот бар менде анекдот бір күні екі шыбын ұшып кетті біреу айбай көзім не болды десе ойбай көзіме шыбын кіріп кетті депті вообще өзіме өтеді осы әзіл ше сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен образдан шықшы болды сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен арман орындап үйіне жүлделі орынмен қайтқысы келетін біз жанбасақ лапылдап рахмет мен неге қайтам сенші шын айтам көңілім көп рахмет келесі балдарыңызда Ақтөбе қыз білім инновациясының құрамасы Белая вышка. Құрметті көрермендер, тамашаламыз. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан ағай, вице-президенті Нұрбол ағай, міне осы Нұрбақыт ағай Каспий жағасында балық аулауда. Аға, енді сіз ұстайсыз. Бітіп кеттім ғой. Нұреке суалып келші. Ойбай, бісмілі, не тағып алғансың? Туы кеше наращивание жасатып алып едім, жараспай ма? Осы түрік ағайлар қалай жүреді деймін да, вообще ой жетпейді ғой. Нұреке, не істеп тұрсың? Ой, әдет болып қалыпты ғой, әдет. Че там жиі? 50 грамм, 100 грамм? Не айтып кеттіңдер? Алдымызда деген бақандай төрт ағай қарап отыр ғой. Олар да ішеді ма? Ағай, бардақ қой, бардақ. Чай, турецкий чай. Дәке, жаздың күні не бөрік киіп алғансыз? А так бөрік на голове, как мясо мак любе. Қарандар, не анау? Жеке қара. Аяқ? Не істеп тұр? Бұл не? Алтын балық. Алтын балық. Біз арманымызды жазып, бөтелкеге салып, оны лақтырамыз. Мен, не деген гитлерский план таймау. Басым. Но қай тәрбиелі сапал будоксын ақтырған? Балық, неге түрін қап-қара? Алында әлімбетшіктермен Дубайға барып келгенсің ғой. Ағайлар, қалайсыздар? Арман, не хотите? Ағай, сіздің арманыңыз қандай? Дел ашу? Дайындалу инновация лицейін ашу? Базар жоқ, қабыл болсын. Оқушыларымыз сапалы білім, саналы тәрбие? Будок сияқты ғой? Қойшы ағай, шын арманыңызды айтыңызшы. Базар жоқ, нағайда арман жоқ қой. Алтын балық, біздің балық арманымызшы. Сендердік ма? Ашып оқиын ба? Ашпай оқи аласың ба не? Ақтөбе қыз финалға өту? Мен оны орындалмайым. Упс!
Құрметті қазылар алқасы, алдарыңызға таратылған барлық қағаздарға кез келген армандарыңызды жаза беріңіздер. Оны біздің балық орындап береді. Ал біздің арман сіздермен бірге болған Аппақ төбенің белая вышкасы. Келесі сауалдарыңызда Жаңа Өзен білім инновациялық құрамасы Из-90 командасы. Елестетеміз. Егер де тарихта әйел адамдардың күші ер адамдарға қарағанда басым болса. Пахан, ассалаумағалейкум. Мен көрші ауылдың балдарымен бар көкбөр ойнап қайтам. Иә, қызым бар ғой. Сен сұрап отқан жоқ, не қауыр? Осы сен қызынан қорқам бар ғой. Өзім де қорқам осыдан бар ғой. Ана солтүстік аймақты естіп отырсың ба? Иә, көрдім өткенде. Ана Қарағанды командасы екінші орын алып кетеді. Конечно, ішінде Дархан ағайдың баласы еді, екінші орын алады ғой. Ондай осы неге бірінші орын бермеді екен? Енді бірінші орын берсе ұят болады ғой құрсы. Қой сен ұтылдың Осы шерттен кейін бір оқиға есіме түсіп кетті ғой, тыңда. Өстіп бұрында Дархан өтемен бір директор карта ойнап отқан ғой. Директор ұтып, келесі күні Жаңа Өзеннен бір-ақ шыққан ғой. Қалай Жаңа Өзен? Солай, тұрады, Жаңа Өзеннен бір жүр ғой. Несі, карт болмайтын нәрсе бар ғой. Сол ғой, басым ауырып кетті, сташ. Мен сәйеуге аттым ғой. Уа, қанем, датым бар. Мен мұндамын ғой. Мұнауда қан құсып басына үй бапты. Қанем, датым бар. Айт, сіздің қызыңыз алып қашып кетті. Не дейді? Сүй дейді. О, мынау жақсы жаңалық қой. Білем. Қамданыңдар, той жасаймыз ертең. Кайфуша, құтылдым. Уа, қанем, қателестім. Қалай сонда? Сіздің қызыңыз емес, сіздің қызыңыз біреуді алып қашып кетті. Ай, бәсе солай шығар. Шақырыңдар көрейін. Ассалаумағалейкум, Пахан. Алейкум ассалам. Мен көкпарға бардым. Как обычно бірінші орын алдым. Ұйымдастырушы маған айтты. Қара деді. Мына жерде тұрған любой затты алып кетесің деді. Мен қарап тұрымда бір аппақ атты алдым ғой. Қайда ол енді? Оны по пути жеп қойдым енді. Ой, мынау кім? Мен негізі аттың үстіне отқадамын. Оны не істейсің қызым? Маған көніп отқан, мен байым болатын жалғыз адам осы. Ой, қалай болады екен бұл қызым? Ой, нормаль. Келіспен болған мен қызым. Қалай келіспейсің? Мен сенің қасында навсегда қаламын мен сондай. Ойнап айтам қызым, ойнайтам. Қолың жай, батаңды берейін. Тоқта. Әби! Смайл, мен сені құтқаруға келдім. Керек емес, Әби. Жоқ, Смайл, мен үшін оқушыларымның болашағы бәрінен де қымбат. Смайл, мен сені құтқарып бүгін үйленем. Уверенсің бе? Иә, Жаңа Өзенде тәрбиеші болып жүргенімше, мына батырдың күйеуі болғаным артық. Қызым, делай. Көрермендер, көрдіңіздер ме? Тәрбиешілеріміз біз үшін барлығына дайын. Өздерінің армандарынан бас тартып, тіпті шетелден оқудан бас тартып, даже бар ғой, біз үшін үйленуге де дайын ғой. Ендеше өздерінің тәрбиешілеріне мәңгілік алғыс айтып жүретін Жаңа Өзендіктер. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, осымен еркін сайыс өз мәресіне жетті. Құрметті командалар ортаға. Рұқсат болса, кешімізді қорытындылап, әділ қазылар алқасына сөз берейік. Құрметті әділ қазылар, жылы лебіздеріңізді бір білдіріп жіберсеңіздер. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, сүйікті оқушылар, құрметті көрермендер. Мұның ойланмаған жерден бүгін өте бір керемет кештің куәгері болып отырмыз. Ойламаған жерден әділ қазылар алқасына түсіп қалдық. Сол үшін Нұрбақыт ағай сізге үлкен рахмет. Осындай мүмкіндік. Ал жалпы ойынға келетін болсақ, ойын өте керемет өтті. Мен кейбір мәселелерді түртіп алдым. Ақтау, Уайттау, сәлемдесу, бастауыш несінде құндылықтар туралы әзілі өте керемет өтті. Ақтөбе қыздар лицейі, белая вышка
Нұрбақыт ағайдың арманы өте мен үшін өтіп кетті. Күшті әзіл болды. Из 90-тан бір сұрағым бар. Неге Құлсары? Қалалық олимпиададан орын алғанда неге Жаңаөзен емес, неге Құлсары? Сіздердің қандай артықшылықтарыңыз бар? Жақсы, рахмет. Одан кейін тағы да жаңағы еркін сайыста Атырау қыздар лицейінің ағаш ойнесі өте керемет болды. Рахмет барлықтарыңызға. Осындай көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті оқушылар және Ақтау қаласы. Сіздердің сайыстарыңызда тарихымда бірінші рет осылай мен ойламағам. Жалпы бұл проектіні негізі YouTube телеарнасынан көргем және жоғары деңгейде бағалайтынмын. Бірақ бүгін соның төрешісі болам деп мүлде ой болған жоқ, бірақ осындай мүмкіндік берген сізге алғысым шексіз. Ақтауға қонақтап келіп, балаларды осындай жақсы нәтиже көрсете алатын балалар бар екеніне қуанып отырмын. Себебі біз білім инновация лицейін тек қана жақсы оқитын балаларды көретінбіз. Жақсы әзілдей алатын балаларды көргеніме қатты қуаныштым. Сондықтан барлықтарыңыз да мен үшін қазір жеңімпазсыздар. Енді сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Кез келген сайыстың өзінің шындығы болады, оның басы болады, ортасы болады, аяғы болады. Жақсы дайындықтарыңыз да болды. Басында қобалжу болды. Мысалы, мен Ақтаудың командасы өте жоғары деңгейде бірінші болып шығу бұл оңай емес, бірақ өздеріңіз сол қонақтарға бермей, өздеріңіз алдын ала шығып, қобалжымасын деп, еркін сезініп, осы жерде көрсету бірінші шыққан команда үшін ол үлкен, былай айтқанда, тәжірибелі команданың жетістігі деп білуге болады. Сондықтан маған ұнаған сіздерде әсіресе құндылықтарға толы әзілдеріңіз өте өтімді болды деп айталам. Және Еркенің блокноты. Одан кейін Ақтөбе қыз, мафия ойыны болсын, жалпы қыздар лицейі болсын, сәлем беру болсын, мұны жүргізушіге берген сыйлықтарыңыздың өзі өтімді болды және қолданылуы жақсы деңгейде көріне білдіңіздер. Силкуе енді сөз жоқ, ақша барлығын шешет. Біз бар жерде ақша бар ма деген сұрақтарыңыз өте өздеріңізге сәйкес өтімді әзіл ойнай білдіңіздер. Бірдеңеден таба алмадым деп айтсам да болады бұл жерден. Бірақ шамаларыңыз келгенше бірдеңе көрсеттіңіздер, соған рахмет. Енді Жаңаөзен сөз жоқ, телевидение өтті. Сөз жоқ. Сіздерде біз көре алмайды екенбіз, өкінішке орай, көру керек нәрсе бар екен. 7-ші аймақ жақсы өз деңгейінде. Мен 7-ші аймақты жалпы негізі бұл YouTube телеарнасынан көргем, жоғары деңгейде ойнаған. Бірақ жас өрендер бар екен. Промакс нәпсімен күресеміз, дұға тез қабыл болатын секілді. Сондықтан жақсы деңгейде алғысым шексіз. Так, біз жамбасақ лапылдап, өте жақсы. Тамаша деп айталам. Енді көрініс кезеңіне келетін болсақ, осы жерде көп жағдайда дайындық аз болып қалған секілді. Бірақ осы жерде 7-ші аймақ өте жоғары деңгейде көрсеттіңіздер. Көріністе басы бар, ортасы бар, аяғы бар көріністі мен көре алдым. 7-ші аймақ, КТЛ Промакс, батыс қиярлары. Сіздерде жалпы ойынның жоғары деңгейде өтті, үй тапсырмасы. Және бұл жерде енді басы бар, кішкене өзінің ойын бергісі келді, тақырыпты ашуға тырысты бұл Ақтөбе қыз. Бұл жерде енді әрине алтын балықтың деңгейін тақырып ашуға тырысты. Ақтау білмеймін, сіздерден көп нәрсе күттім, бірақ бұл жерде көрсете алмадыңыздар көп жағдайда. Құлсары сіздерде болды, басы бар, жақсы деңгей әзіл, бірақ бұл жерде еркін сайыс болғаннан кейін басы ортасы аяғы болу керек, бұл сәлемдесу емес. Сондықтан да армандар мекені осы жерде ашылу керек еді. Бірақ кішкене бар, паузалар өте көп, дайындық қажет ететін секілді. Ақтөбе өте, мен осы жерде жақсы сезіндім өзімді. Сен кімсің деген сұраққа. Мен жалпы тұлғамын, адаммын.
Бірақ осы әзіл өте өтімді болды. Иә, шынымен бұл жерде біз түсінбейтін кейбір мәселелер болуы мүмкін. Сіздердің тараптарыңыздан біз жатақханада оқып атпаған шығармыз. Сол сұраққа мен жауап таба алған сияқтымын. Аби басқа мәселелердің барлығын әйтеуір осы жерден сұрап алып бүйтпей түсініп жатырмын. Бірақ осы жерде әділ қазылардың деңгейін жақсы деңгейде көрсете алдыңыздар. Ақтөбе, сіздер керісінше үй тапсырмасына көп дайындаған секілдісіздер. Чем неге қараған сәлемдесуге. Жалпы бұлай қараған кезде жақсы деңгей, бірақ мынау осындай деңгеймен жүре беретін болсаңыздар, сіздерді мен Жайдарманның жоғары лигасында көретін секілдімін. Жақсы, сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Көп рахмет. Керемет сөздерің үшін аға. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, қонақтар. Я, бүгін өте бір сондай көңілді кеш біз үшін сыйладыңыздар. Көптеген оқиғаларды лицейдегі сәттеріміз тағы да еске түсірген болдық. Өте керемет. Барлық командалар өздерінің деңгейлерімен бізді күлдіре білді. Кейбір сәттерде еске түсіре білді. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет айтамын шын ықыласыммен. Әрине, біздің оқушылардың тек қана біліммен ғана емес, сонымен қатар тәрбие маңыздылығын, тәрбиенің маңыздылығын және де тек білімді ғана емес, сонымен қатар жеті қыры бір сырлы оқушы екендеріңізді дәлелдей білдіңіздер деп ойлаймын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Қайырлы кеш барлығыңызға. Барлығыңызға көп рахмет. Мен өзім немде бірінші рет болып отырмын осындай кеште, осындай жерде жюри болып. Бірінші опыт болып тұр. Өте керемет лицейдегі кездерімізді еске түсірдіңіздер. Бір нәрсе түсіндім. 20 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы лицейде болған әзілдердің барлығы, әзіл болсын оқиғалардың барлығы әлі күнге шейін жалғасуда екен солай. Сол нәрселерді есімізге түсіргендеріңізге есіме керемет нәрселер түсті. Көп рахмет барлығыңызға. Тәрбиеші кездеріміз. Ағайлар көп ненің барлығын айтты. Қызықты оқиғалардың барлығын, мана приколдардың. Есімде қалған 2-3 бар. Оның біреуі жаңағы Ақтау Уайттаудың түрік ағайлардың тойға барғаны өте керемет. Бізге өтті. Одан кейін тағы да айтатын нәрсе. Көп жалпы жазып болған, бірақ ең қатты маған өткен жаңа Құлсарының Африкадағы лицей туралы көрінісі өте керемет. Ол Жайдарманда да ондай нәрсе жоқ шығар, бұны түсінген адамға өте керемет өткіздіңіздер. Ең бір нәрсе атап өтейін. Өз-өздеріне ең мықты сенімді командалар мен ойымша екі қыздар лицейі және Силкуэй болды. Өздеріне сенімді, өздеріне жақсы, дайындықтары өте жақсы болған. Сосын тағы бір нәрсе, Ақтөбе командасындағы есіміңіз кім? Собеседниеден өттіңіз деймін сізге деп. Сол рахмет барлығыңызға көп өте керемет кеш. Мен үшін бір жақсы бір кеш болды. Көп рахмет. Ал енді құрметті әділ қазылар, сіздерден еркін сайыс ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Ақтау, Уайттау. 9, 7, 9, 10. Ақтөбе қыз, белая вышка. 9, 8, 9, 10. Силкуэй, батыс қиярлары. 10, 9, 9, 9. Ақтөбе ұл бірдеңе. 9, 7, 8, 9. Жаңа өзен из 90-х. 9, 9, 9, 8. Орал, 07 аймақ. 10, 7, 9, 8. Атырау қыз, КТЛ Pro Max. 10, 10, 8, 9. Құлсары, біз жанбасақ лапылдап. 8, 7, 8, 8. Көп рахмет. Еркін сайыс бойынша орташа ұпайлар. Ақтау Уайттау 8,7. Ақтөбе қыз, белая вышка 9 ұпай. Силкуэй батыс қиярлары 9,2. Ақтөбе ұл бірдеңе 8,2. Жаңа өзен из 90-х 8,7. Орал 07 аймақ 8,5. Атырау қыз КТЛ Pro Max 9,2. Және Құлсары біз жанбасақ лапылдап 7,7. Құрметті әділ қазылар, марапаттау рәсіміне
сахна төріне шақырамыз. Бұл жерде 8,67 ұпаймен екі команда тұр, бірақ оқиғалық ширату сайысы бойынша көбірек ұпай алған. Үшінші орынмен Құлсары Бізжан Пысақ лапылдап. Және бірінші орында негізі дәл солай екі команда тұр. Бірақ оқиғалық ширату сайысы бойынша 8,25 ұпай алып, жалпы ұпайлар орташасы бойынша 8,75 ұпаймен екінші орында Ақтау, Уайттау. Көп рахмет. Және орташа ұпайы 8,75, бірақ оқиғалық ширату сайысы бойынша 9,25 ұпайымен бірінші орында Селкой Батыс қиярлары. Общий фотоғастық. Көп рахмет. Осымен көңілі тапқан лигасы өз мәресіне жетті. Келгендеріңізге көп рахмет. Амандықта кездесе берейік. Сау саламат болыңыздар.